23 қыркүйектің кешінде дәл осы Западный саяжай массиві мен Көктал мөлтек ауданын қосатын көпірде қайғылы жағдай орын алған. Кешкілік отбасымен бірге қонақтан қайтып келе жатқан 6 жасар бала көпірден құлап суға кеткен. Западный саяжай массивінің тұрғындары 10 жылдан астам уақыт жергілікті биліктен осы көпірді түпкілікті жөндеуден өткізуді, не болмаса жаңа көпір салып беруді сұрап келе жатқандарын айтады. Конечно, страшно. Вот я сейчас со школы с ребенком иду. И у меня 2 школьников. Вот сейчас этого отведу, второго. И каждый раз вот так вот боимся. Ну, конечно, шатается и в разные стороны. Разбивается, шатается. Мы-то привыкли, мы здесь 3-й год спокойно ходим. А маленьким детям, конечно, опасно. Да, необходим он нам. Почему? Потому что он связывает нас со школой, с детскими садами, с больницей. Қазірдің өзінде аспалы көпірді жағаға бекітіп ұстап тұратын тростардың бірі үзіліп кеткен. Ал көпірдің екі басындағы бағандардың қисайып тұрғандығын көруге болады. Западный саяжай массивінде 236 жер телімі, ресми тіркелген 32 баспана бар. Бірақ саяжай қауымдастығының төрағасы Евгений Примак мұнда халық жүздеп саналады дейді. Айтуынша елді қаламен төтелей байланыстырып отырған жалғыз көпір Есіл ауданы әкімдігінің балансында жоқ. Аспалы көпірді жылда тұрғындар өздері жөндейді екен. Мост построить сами мы не можем, то есть нужно все равно там отвод земли, согласование, там архитектурные какие-то проекты. Мы за счет общества этого не можем сделать просто-напросто. Есіл аудандық әкімдігі Западный тұрғындарының үрейін тудырған көпірмен не істейтіндіктер жөнінде жауап беруден бас тартып, қалалық әкімдікке сілтеді. Астана қаласы әкімдігінің баспасөз хатшылығы жауабы тек 3 күннен кейін болатын ресми сауал жолдауды сұрады. Мәдибек Мағамбет, Тимур Айтмұхамбет, Азат Ньюс.